Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Биылғы оқу жылынан бастап сендер жаңа пән химияны оқып үйренесіңдер. Бұл пән қоршаған ортаны зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының саласына жатады. Сондай-ақ химия ғылымы, физика, биология, география сияқты жаратылыстану ғылымдармен тығыз байланысты. Ал енді бүгінгі өтетін тақырыбымызға көшейік. Бүгін сендер ең алғашқы тақырыпты өтесіңдер. Яғни, бірінші тарау химия пәніне кіріспе. Таза заттар және қоспалар. Параграф 1. Химия пәні, заттар және олардың қасиеттері. Сабағымызды бастамас бұрын, оқу мақсаты мен сабақтың мақсатына қысқаша тоқталып кетейік. Яғни, химия ғылымының нені оқытатынын білу, химиялық зертханада және кабинетте жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін білу және түсіну. Сонымен, оқушылар, сендер бүгінгі сабақты меңгеру барысында химия ғылымының нені зерттейтінін өз сөздерімен түсіндіре аласыңдар, және химиялық зертханада жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін білетін боласыңдар, сонымен қатар түсіндіре алатын боласыңдар. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабақта біз сендермен химия ғылымы нені оқытатынын білетін боламыз. Зат, дене, ұғымдармен танысамыз және оларды ажырата аламыз. Химия ғылымының міндеті мен маңызын түсінеміз. Химия табиғаттың құпия сырларын, бүкіл әлемдегі заттардың құрамы мен құрылысын, олардың бір-біріне айналуын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының бірі. Айналамызға көз жіберсек, бізді көптеген денелер қоршап тұрғанын байқаймыз. Өлшемі және пішіні бойынша ажыратылатын бұл денелерді физикалық денелер деп атайды. Іс жүзінде кейбір денелер бір ғана заттан жасалса, кейбір денелер бірнеше заттардан тұрады. Ал енді осы зат, дене деген ұғымдардың ғылыми анықтамасын беріп көрейік. Яғни, заттар дегеніміз денелерді құраушылар, ал денелер бір ғана заттан немесе бірнеше заттардан құралады. Енді аталған анықтаманы жақсырақ түсінуіміз үшін мысал қарастырайық. Яғни, зат ретінде ағашты алайық. Себебі ағаш табиғатта таза күйінде осылай кездеседі. Ал енді осы заттан жасалған дене ретінде ағаш үстелді мысалға келтіруге болады. Ағаш үстел бұл жерде дене болып тұр. Себебі ол ағаш деген заттан жасалған. Бұл жердегі ағаш үстел бізде бір ғана заттан құралған дененің мысалы. Ал енді бірнеше заттан құралған денеге мысал келтіріп көрейік. Мысал үшін біз 4 түрлі затты алайық. Ағаш, темір, шыны және мыс. Енді осы 4 затты пайдалана отырып, қандай бір ғана дене жасауға болады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Суреттегідей үйді мысалға алуға болады. Үйдің құрылысында осы аталған 4 затты да пайдалануымызға болады. Мәселен, ағашты да, темірді де, шыныны да, мысты да қолдануымызға болады. Демек, бұл жердегі үй, ол бірнеше заттан құралған дененің мысалы болып тұр. Ал енді заттардың бір-бірінен айырмашылығын, немесе өзара ұқсастығын көрсететін белгілері олардың қасиеттері деп аталады. Келесі бірінші сызбанұсқаға мән беретін болсаңдар, бұл жерде заттардың физикалық қасиеттері көрсетілген. Яғни, агрегаттық күйі, тығыздығы, түсі, иісі, ерігіштігі, электр тоғын өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі, қаттылығы, дәмі, балқу және қайнау температурасы, бұның барлығы заттардың физикалық қасиеттері деп аталады. Яғни, әр заттың өзіне тән осынша қасиеттері болады екен. Енді химия ғылымының міндеттеріне тоқталайық. Яғни, химия ғылымының келесідей маңызды 4 міндеті болады екен. Біріншісі, заттарды тазарту әдістері арқылы одан жоғары дәрежедегі таза заттар алу. Ерекше тазартылған заттар радиоэлектронды өндіріс пен медицинада қолданылады. Екінші міндеті, белгілі бір сипатқа ие, бүгінгі күн талабына сай материалдарды алу. Үшінші міндеті, заттардың қасиеттерін зерттеу және оларды іс жүзінде қолдануды үйрету. Төртінші міндеті, әлі де алынбаған заттардың қасиеттерін болжау. Химия ғылымының маңызы.
Сендердің оқулықтарыңда 10-шы бетте химия ғылымының маңызы жайлы ақпарат берілген. Ал енді алдарыңда миға шабуыл ретінде мынадай суреттер көрсетіліп тұр. Енді осы суреттерді пайдалана отырып, сонымен қатар оқулықта берілген ақпаратты қолдана отырып, өздерің химия ғылымының маңызы жайлы ақпарат жазыңдар. Ал енді бекіту тапсырмаларына көшейік. Бірінші тапсырма зат пен денені бір-бірінен ажыратуға арналады. Яғни, сендерге бірнеше заттар мен денелердің атаулары берілген. Сендерге осы атауларды затқа және денеге бөліп жіктеп жазу керек. Яғни, мұз кесегі, мыс тиын, шыны, темір, ас тұзы, қайшы, құмыра, темір қасық, түйреуіш, бор, мақта және маржан. Осының қайсысы затқа, қайсысы денеге жататынын бөліп жазыңдар. Екінші тапсырма ол заттардың физикалық қасиеттерін білуге арналады. Яғни, сендерге кесте берілген, осы кестені сәйкесінше толтыруларын керек. Яғни, 5 түрлі зат, ас тұзы, ас содасы, су, оттек және темір, және олардың тұстарына көрсетілген физикалық қасиеттерін жазу керек. Яғни, агрегаттық күйі қандай екенін, түсі қандай, иісі қандай, қаттылығы қандай, суда ерігіштігі қандай, жаңағы аталған физикалық қасиеттерін жазу арқылы кестені толтырыңдар. Ал енді келесі бүгін біздің өтетініміз ол нөмірі 1 практикалық жұмыс. Химия кабинетіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері. Химия кабинеті мен зертханаларда реактив деп аталатын химиялық заттар болады. Бұл заттардың көпшілігі қауіпті, өткір иісті әрі күйікке шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан бізге химия кабинетіне жұмыс жасаған кезде міндетті түрде қауіпсіздік техникасының ережелерін қатаң түрде сақтау керек. Ал енді негізгі ережелерімен қысқаша танысып өтейік. Біріншісі, химия кабинеттер мен зертханаларда тәжірибелер мұғалім немесе зертханашының басшылығымен жүргізілуі тиіс. Екіншісі, жұмысты бастамас бұрын пайдаланылатын реактивтердің қасиеттерімен, құрал-жабдықтарды қолдану ережелерімен танысып, жұмыстың жүргізілу ретін білуге тиіссіңдер. Үшіншісі, зертханалық жұмыс үстінде бір орыннан екінші орынға мұғалімнің рұқсатсыз баруға, бір-біріңе қандай да бір заттарды, кітап және тағы да басқаларын лақтыруға, дауыс көтеруге болмайды. Төртіншісі, ерітінділерді бір-біріне мақсатсыз құйып араластыруға, немесе заттардың қасиеттерін өз беттерімен сынап көруге тыйым салынады. Бесіншісі, заттардың дәмін татуға және химиялық зертханаларда тамақ ішуге тыйым салынады. Алтыншысы, тәжірибеге арналған заттарды немесе құралдарды өздерімен бірге алып кетуге болмайды. Жетіншісі, ыдыстарға немесе қыздырып жатқан кәрлен табақшаға үңіліп қарауға болмайды, себебі заттар шашырап, күйік шалуы мүмкін. Сегізіншісі, жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тәртіпке келтіріп, реактив қалдықтарын мұғалім көрсеткен ыдысқа төгіңдер. Яғни оқушылар, біз сендермен химия кабинетіндегі қауіпсіздік техникасының негізгі ережелеріне қысқаша тоқталып өттік. Ал енді сендер бұл ережелерді жақсылап оқып, түсініп, сонымен қатар жаттап алуларың керек. Және оны міндетті түрде практикада қолдануымыз керек екен. Сабақтың соңында сендерден келесі кері байланыс берулеріңді сұраймын. Яғни, алдарыңда көрсетілген кесте бойынша плюс-минус қызықты әдісі арқылы өздеріңнің сабақтан алған әсерлеріңді жазып, нұсқаулық бойынша мына кестені толтырып, кері байланыс берулерің керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.